Астана қаласы нөмір 52 мектеп гимназиясында үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шараның тақырыбы Ұлы Алаш арыстанының 100 жылдығына арналған. Биылғы жылы 2017 жылы 13 желтоқсанда Алаш арыстарына 100 жыл толады. Сол мерейтойға өзіміздің кішкентай болса да үлесімізді қосу мақсатында біздің 52 мектеп гимназиясында үлкен іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Ал соған бірінші А сынып оқушылары, дарынды оқушылармен бүгінгі таңда натурал сандарды талдау, шама тілі деген пән бойынша ашық сабақ өткізіледі. Мақсатымыз тетте болса да өзіміздің осы ұлттың қамын ойлаған Ұлы Алаш арыстарының идеяларын ары қарай жалғастыру, өзіміздің қазақ тілімізді терең біліп, саналы, сапалы білімді жастарды тәрбиелеу болып табылады. Ал келген қонақтарға әлемдер сәлемдер. Үлкен келесіз, кіші келесіз, сәлем бердік сіздерге, әдетпен біз. Армысыз досым, кел маған қосыл, алақанға салып алған, шеңберге бірге тұрайық. Жер шарындай айналып, әлемге жарық сыйлайық. Өте керемет балалар, ал отыра қалайық балалар. Барлығымыз сабақта өте белсенді қатысайық, көңіл күйлері қалай, жақсы ма? Қан көрсетейікші, көңіл күйіміз қалай екен? Өте тамаша, керемет. Ал олай болатын болса, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Мен сіздерді қазір 3 топқа бөлдім. Демек, мына Қызылордадан жүйрік пойыз келе жатыр. Астана қаласына тамашалауға, қонаққа, және Тараз қаласына, және Алматы қаласынан келе жатыр. Ал енді осы жүйрік пойыздарымыздың қайсы жылдан Астана қаласына жетіп келеді екен? Ол кімге байланысты болады? Сіздерге байланысты. Демек, қайсы топ жылдан белсенді өте әдемі жауап берсе, демек бір адым, бір қадам не істейді? Алға қарай пойызымыз қозғалып отырады. Ал жақсы онда. Маған филет. Мен ұнатқан түс деген ойын. Бала, қаласпаңда жетеді бәріне. Маған жетеді, ала бай. Маған. Ерен, бар. Ал енді, осы жерде екі жағында байқасаңызда күрең атып шуламаймыз. Рамазан. Жетеді. Кімде екеу балалар? Кімде екеу жетеді? Барлық балаға жетеді. Тағы да біреуін екеу алдыңыз. Ал енді, тұра қаламызда, мұна өрнектерді орындап жіберейік балалар. Орындап жіберейік, ә? Азайту бір. Мәні қанша? Бір болады, ә? Өте жақсы. Азайту екі, сен бір. Жақсы. Екі қосу үш. Қосындының мәні? Төрт. Екі қосу үш қосындың мәні? Бес. Өте жақсы. Екі қосу екі болады төрт. Мәні? Төрт қосындың мәні? Төрт. Айта ғой, төрт. Төрт азайту бір. Мәні? Мәні? Үш жарайсың. Бес азайту төрт. Мәні? Бір. Бір жарайсың. Бір қосу екі. Жақсы. Жақсы. Бір. Мәні қанша болады айтқан мәні? Төрт. Балалар. Мәні? Айтқан мәні? Бір болады. Бес азайту екі. Мәні неше болады? Үш жақсы. Үш қосу бір. Қосындың мәні? Төрт. Қосындың мәні? Бес болады. Ал балалар, енді біз қазір тез сөз құрастырып жүрейік. Натурал. Натурал. Жоқ, сен сандар дегендегі, ә? Натурал. Кім деген, а? Лышы. Натурал дегенде, лы. Ой, тұра ғой. Енді сандар деп тұрамыз, енді бөлек. Сандар деп тұрамыз. Сан. Қайда? Тұра ғой. Сандар. Сан. Кел ғой, бейбат. Сан. Да, деп тұрамыз. Айхан кел ғой. Қан бәріміз көрсетейікші қаны. Қандай сөз шықты?
балалар, өте жақсы. Бүгін сіздермен осыдан тұрған сандарды сатылай кешенді талдап, ары қарай білімімізді не істейміз? Жалғастырамыз. Рахмет балалар. Жақсы, маған жинап бере қойыңыз. 7, 8, 9, 10. Кем санаймыз? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ал, 3 тілде санаймыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, керемет деген баға қоямын. Керемет, 3 тілде санай біледі екенсіздер, иә? Рахмет. Ал балалар, тұра берсін, ортада тұрады түсінеміз, иә? Тұра берсін. Ал енді балалар қазір топтық ойын ойнап жүрейік. Бұл жерде біз қай топ жылдам деген ойын ойнаймыз. Демек Қызылорда топтасып орындаймыз. Жаза қойды. Қай топ жылдам болады екен балалар? Және әдемі орындайды екен. Бір жаза. Ал қызыл жұлдызшаны көтере қаламыз. Демек, бірінші болып Алматы тобы болды. Екінші болып Қызылорда Тараз қаласы болды. Демек, өте дұрыс. Демек, екі азайтып бір. Демек, барлық жауабы не шықты? Бір. Ал керемет болып Қызылорда тобы болды. Қызылорда бір қадам жылжитын. Ал үшінші болып Тараз қаласы болды. Кішкене артта қалып қалдыңыздар. Иә? Жақсы. Ал бері ойыңыздар маған. Демек, бағаларымыз алып өте жақсы ләззат. Алматы қаласы өте жақсы. Ал сіздер жақсы. Ең өлі айтамыз. Ақшын санау үшін ба? Өте жақсы. Не санау үшін? Заттарды санау үшін керек екен. Шырын айта қой. Не үшін керек екен санда? Білу үшін керек екен, өте жақсы. Келісесіздер ма? Демек, ақша. Демек, Алматы қаласының түгел неші болды? Жауабы? 1 болды. Ал Тараз қаласының түгел 7 болды мәні. Ал Қызылорданыкі түгел 3 болды. Енді сіздерге бір сұрақпен өтеп отыр. Демасы өте тамаша. Бір саны не үшін? Ол келіп саны. Бір ана болды, бір әне болды, құдай болады. Құдай болады. Жарайды, өте жақсы. Балалар кішкене қол көтеріп жауап берейік. Асқалат айтқысы келіп отырған шығар. Бір ата болады, керемет. Ал 3 саны не үшін ол? 3 би бар қазақта. Қазақта 3 би бар. Қандай дейді? 300 бар. 300 бар. Дұрыс айтады. Төле би, Қазбек би, Айтеке би деп 3 биға не қылады екен қазақ? Бөлінеді екен. Өте керемет. Ал енді 7 сан не үшін керемет сан? 7 ата болады. Керемет мағжан. Тағы да? 7 сауырсақ. Анамыз 7 шелпек пісіреді. Өте керемет. Әр жұма сайын анамыз не істейді? 7 шілпек таратып отырады. Бұл біздің қазақтың салт дәстүрі екен. Керемет екен. Ал енді 7 атасын білмеген жетесіз дейді балалар бізде қазақта. Демек, әсіресе ер азаматтар өзінің 7 атасын тегін білгені өте абзал екен. Ал енді 7 атасын білетін оқушылар бар ма? 7 атасын білетін оқушылар бар ма? Кім айтады 7 атасын біледі ме? Білесің ба? Ернұр деп бастаймыз, иә? Неміз, сосын Тоқтар, сосын Жақып, тағы да. Ал енді ағырата үйде ата-анаңнан сұрап аласың, иә? Балалар, демек сіздерге тапсырма Алихан. Жақсы. Енді жаңа айтып кеттік, бір саны өте ол киелі сан дедік. Мен тағы да қосып кеткім келіп отыр. Дұрыс айтасыздар, жалғыз ана болады, жалғыз әке болады, жалғыз одан болады. Оның бәрі дұрыс. Және сонымен бірге бізде қазақта тұңғыш, алғашқы деген нәрселер өте
жақсы қасиетті болып келген. Алғашқы тұңғыш баласын біздің әке-шешелеріміз не істеген? Атамаған. Оны ата әжелерінің баласы деп оларға басқа есім қойып атаған. Иә? Бұл да біздің үлкен бір тәрбиелік маңызы бар салт дәстүрлеріміздің бірі болып табылады, жансыз тыңдаймыз. Ал енді мен сіздермен қазір дәл осы сандарды талдасақ келісесіздер ме балалар? Онда қай топ бастайды? Тарас топ бастай ма? Онда Тарас топ сіздер телефон ойнайсыздар. Ал телефон келе қойыңыздар. Тыңдап отырамыз. Қатқат жатамыз. Жақсы. Иә, өте жақсы. Ал енді қалай жазылады? Қалай жазылады? Қат-қат айтамыз. Өте жақсы. 7 санын қалай оқимыз? 7 сан 7 деп оқиды. Бірақ медаль меселен көріне себебі. Рухасы жоқ сау болады. Қатқат сөйлейді, балық ішінде дұрыс болып дедіңіз. Сәлеметсің бе Жасыл? Сен маған математикадан 7 санды талдауға көмектесесің бе? Иә, көмектесейін. Сандық сәуле дегеніміз, иә? Сандық сәуле дегеніміз не? Сандық сәуле дегеніміз санақ басы, бірлік кесіндісі, бағытына түзу сыныпты сандық сәуле дейміз. 7 санына? 7 санына 7 нүкте сәйкес келеді. Рахмет. Рахмет, Жасыл. Мен сенің көріне себебі. Шоқасы жоқ, сау. Сәлеметсің бе сен маған математикадан 7 санды талдауға көмектесесің бе? Иә, көмектесейін. Мағынасы қандай? Тоқта, есіме түсірейінші. Түсті. Біріншіден? Біріншіден, тоқтардың мөлшерін білдіреді. Мысалы, 7-ші бала. 7 бала. 7 бала. 7 алма. Екіншіден? Екіншіден, тоқтардың мөлшерін білдіреді. Мысалы, 7-ші ойын. Өте жақсы. Ал? Мағынасы қандай? Мағынасы сұрадық, енді қасиеті қандай деп сұраймыз. Қасиеті бар. Бірінші басы болады. Үшінші қой. Екінші реті болады. Үшінші маңызуға қадан демалайсыздар. 7, 3, 8-ге. Сен білесің, екі қармақасы таяқ. Сіз білесіз. Сұржаныңға оған туылды. Қалай сызамыз? 7 үлкен. Өте жақсы. Аға мен математикадан Талдауды үйрендің. Өте жақсы. Рахмет балалар. Балалар, кішкене жұмысты орындаймыз, сосын бір-бірімізді тыңдауды үйренейік, иә? Балалар, иә? Тыңдауды үйренейік. Дебаш естіп жатырмыз ғой? Сіздер? Шурасан себебі ротациялық қолданылатын 1, 2, 3, 4, 5 сандар натурал сандар деп аталады. Бір бұл натурал сандардың басы себебі натурал сандар бірден басталады. 2 бұл натурал сан себебі ротация санауға қолданылатын 1, 2, 3, 4, 5 сандар натурал сандар деп аталады. Бір натурал сандардың басы себебі натурал сандар бірден басталады. Марисаның Кіммен қарай сызамыз? 3 санын? 2 санын 4 көздің ішінен жоғарыдан төмен төменнен иек сызықпен сызамыз. 2 санын 2 деп оқимыз. Жарас. Тақалбай, тақалбай. Санақ сәулелерінің санақ басы, бірлік кесіндісі, бақытпа түзу санақ сәулелеріміз. 3 нүкте сәйкес келеді. Жақсы. Сандық сәуле дегеніміз санақ басы бірлік Қайсысы жеңеді? бақылар түзу сызықты сандық сәуле дейміз. 2 санына 2 нүкте сәйкес келеді. Өте жақсы. Мағжан. Мағынасы? Мағынасы
Біріншіден нені білдіреді? Заттардың мысалы. Мысалы, бір фактор, бір Үш таба жатсың ғой. Үш факта, үш. олар үш кітап. Өте жақсы. Мағынасы Біріншіден. заттардың сан мөлшері мөліне келеді. Мысалы, екі оқушы, екі кітап, Екі бала. екіншіден заттардың ретілігіне келеді. Мысалы, екінші кітап, екінші мектеп, Екінші бала. Екінші Өте бала. жақсы. Ары қарата жалғастырамыз. Қасиетін айтамыз. Қасиеті. Натурал сандардың үш қасиеті бар. Біріншіден басы болады, екіншіден реті болады, үшіншіден шексіз болады. Өте жақсы. натурал сандардың үш қасиеті болады. Біріншіден басы болады, екіншіден рет болады, үшіншіден шексіз болады. Салыстырамыз. Кіші белгісін. Баша. Солдан Оңнан солға, солдан оңға қарай сызамыз. Салыстыра ғой. Демек, үш, кіші, төрттен. Жақсы. Екі сан салыстыра ғой. екі санын Кіші белгісін. кіші белгісін оннан солға, солдан оңға қарай сызамыз. Екі кіші үштен. Өте жақсы. Ал, тең белгісін. Тең белгісін екі қарама сызықпен сызамыз. Салыстыра ғой. Үш. Үш кіші, Тең. үш тең үштен. Үшке. Өте жақсы. Қарақат салыстыра ғой. Тең белгісін. Тең белгісін екі қарама қарсы сызықпен сызамыз. Екі тең екіге. Үлкен белгісін. Үлкен белгісін оннан солға, солдан оңға қарай сызамыз. Екі үлкен бірден. Ал, жақсы балалар. Қалай ойлайсыздар? Бала сіздер тыңдап отырсыздар ма? Сіздер мен айттым ма? Бір құлағымыз сахнада болады деп. Демек, ислам жеңді ме? Ислам тобы жоқ, мағжанның тобы. О, демек біз мына өте жақсы дегенді біледі, иә? Ал, жақсы сөз жақсы дегенді біледі, дұрыс айтады. Ал, қайсы топқа бердіңіз? Кімге бердіңіз? Ләззаттарын туындама, мағжандарға ма? Ойша, мақұл, келісейді. Жақсы, рахмет, маған да ұнады. Ал енді, алматы тобы жалғастырып ойнап. 4, 5, 6 сандарын натурал сандар дейміз. Бір натурал санның басы неге? Себебі натурал сандар? Себебі бір натурал сандар бірден басталады. Жазылуы қандай? Топының ішіне оннан жоғарыдан төмен қарай сызамыз. Бір сан бір деп оқимыз. Сұрақ қой. Санақ сөйлегеніміз не? Санақ басы бүккесінсі бақтыва түзеу санақ сөйлейміз. Мағанасы қандай? Мағынасы қандай? Мағынасы біріншіден Заттардың? заттардың мөлшері бір. Мөлшеміз, мөлшерін білдер, сандық мөлшер. Мысалы, Мысалы, бір бала, бір парта, бір кітап. өте жақсы. Екіншіден несін білдіреді? Ретін білдіреді. Мысалы, Бірінші кітап. Бірінші бала. бірінші оқушы. Өте жақсы сұрақ қоямыз. Натурал сандардың қандай қасиеті бар? Натурал сандардың үш қасиеті бар. Бірінші басы болады, екінші реті болады, үшінші шексіз болады. Өте жақсы, шексіз болады. Ал енді ақырай сұрақ береміз. Сұрақ қоямыз. Қалай салыстырамыз натурал санды? Кіші белгісін оңнан солға, солдан оңға қарай сызамыз. Бір. Кіші екіден. Өте жақсы. Тең белгісі екі қарма қарсы сызықпен сызамыз. Бір тең бірге. Өте жақсы. Үлкен таңбасын. Оннан Солдан оңға, оңнан солға қарай сызамыз. Салыстырамыз. Бір, үлкен, нөлден. Жақсы балалар, өте керемет. Ал балалар қан бағалайықшы, мен өзім балаларым жақсы отыра ғой. Бағалаймыз қаны. Алматы тобы қалай жауап берді? Бір ғана баға. Демек, мен келісемін, өте жақсы дегенге. Келісеміз ба? Мен шынымен келісемін. Не үшін сен? Жақсы. Ринат ұмытып қалды? Ринат емес, Рамазан. Не үшін 4 деген баға қойып тұрсың? Рамазан ұмытып қалды ма? Жарайды. Сіздер заң ақыл. Жарайды.
қоя қояйық, жақсы, жарайды. Рахмет балалар, мен өзім сіздерге өте